Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Каманова Тұрсынкүл Смағұлқызы. 8 сынып қазақ әдебиеті. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қорқыт ата кітабынан Бай-бөрі баласы Бамсы байрақ туралы жыр. Сабақтың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желісін анықтау. Сабақ мақсаты жырдағы оқиғалар желісін кейіпкерлердің қарым-қатынасындағы тартысты жыр мазмұнын меңгере отырып анықтау. Бағалау критерийі әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін анықтау. Сіздер өткен шақ, осы шақ, келер шақ әдісі бойынша өткен сабақ туралы бір дерек, қазіргі көңіл күйіңіз және алдағы сабақтан күтетініңіз туралы жазыңыз. Тақтада не көріп тұрсыздар? Бұл қандай аспап? Қобыз туралы не білесіздер? Бұл аспапты көргенде біз кімді еске аламыз? Бүгінгі сабағымыз мәңгілік өмірді аңсаған Қорқыт бабамызға арналады. Қорқыт сөзі ертедегі түркілердің құр, кісі және хыт, құт сөздерінен шыққан. Қорқыт ата кітабы 12 жырдан тұрады. Бүгін біздің өтетін жырымыз Бай-бөрі баласы Бамсы байрақ туралы жыр. Бейнебаянға назар аударыңыздар. Қорқыт тарихи тұлға. Ол 8 ғасырда сыр бойындағы Жанкент деген қала маңында өмір сүрген ақын, күйші, батыр болған. Алайда оның атымен байланысты аңыздар өте көп. Солардың бірі Қорқыттың желмаяға мініп, халық үшін жер үйікті іздеуі. Ел, жерді көп шарлаған ол қайда барса да қазылған көрді көреді. Ақыры өлмейтін нәрсе жоқ деген қорытындыға келеді де мәңгілік өмірді өнерден іздейді. Оның Қорқыт сарыны, Қорқыттың күйі деген секілді көптеген күйлері күні бүгінге дейін жеткен. Қорқыттың ақындық өнері де болған. Ол халық аузында айтылып жүрген аңыздарды жинақтап, көрген білгенін өнеге етіп жырлаған. Ұрпақтан ұрпаққа ауызша жеткен бұл жырлар 16 ғасырда хатқа түсірілген. Қорқыт ата кітабы осы күнге дейін 2 түрлі қолжазба нұсқада жеткен. Бірі Германияның Дрезден, екіншісі Италияның Ватикан қалаларында сақталған. Өнері өлмеген данышпан қарт Қорқыттың мазарын ел сан ғасырлар бойы тәу етіп қадірлеген. Қорқыт ата қорымы қазіргі Қызылорда облысы Қармақшы ауданында. Қорқыт ата кітабы барлық түркі тектес халықтарға ортақ мұра. Онда түркі тектес халықтардың этникалық құрамына негіз болып қаланған тайпалардың бірі Оғыз тайпасына қатысты оқиғалар баяндалған. Кітап Оғыз тілінде жазылған. Ол 12 жырдан тұрады. Қорқыт ата кітабын қазақ тіліне аудару зерттеу ісімен Әлкей Марғұлан, Әуелбек Қоңыратбаев, Балтабек Ысқақов секілді ғалымдар айналысқан. Ғалым Немат Келімбетов Қорқыт ата кітабындағы жырлардың қазақтың Алпамыс, Боз жігіт, Қозы көрпеш, Баян сұлу жырларымен жақындығын талдап көрсеткен. Білім алушылар, Қорқыт туралы және Қорқыт ата кітабы туралы біршама мәлімет алды деп ойлаймын. Енді Бай-бөрі баласы Бамсы байрақ туралы жыр мазмұнына шолу жасап өтейік. Бірде Қамқағанұлы Баяндыр хан үлкен той жасап, ақ отауын тіктіріп, іш Оғыз, тыс Оғыз бектерін жанына жинап, өзара сұхбат құрды. Сол сұхбаттың ішінде Бай-бөрі бек те бар еді. Бай-бөрі бек жүзі салыңқы, қайғылы жағдайда жылап отыр еді. Бай-бөрі бек, неге боздап жылайсың? Деп сұрады хан Қазан.
Байбөрібек сонда. Хан Қазан, қалай жылап боздамайын? Ұлда нәсібім жоқ, қарындасқа қадірім жоқ. Алла тағала мені қарғапты. Бектерім, тәжім үшін, тағым үшін жылаймын. Бір күні мен де кетермін. Орнымда, ел жұртымда қалатын ешкімім жоқ, деген екен. Мақсұтың осы ма еді? Деп сұрады Қазан. Иә, мақсұтым осы. Менің де ұлым болса, хан Баяндырдың қарсысында тұрып, құлдық етсе, мен де қарап көңілденсем, қуансам, деді Байбөрі. Мұны естіген қалың Оғыз бектері көкке қарап, қол жайып, дұға қылды. Алла тағала саған да бір ұл берсін, деп тіледі олар. Сол кезде бай Бижан да орнынан тұрып, бектерім, менің де бір тілегім бар, Алла тағала маған да бір қыз берсін, деді. Қалың Оғыз бектері қол жайып дұға қылды. Тәңірім, саған да бір қыз берсін. Алла тағала егер маған шынымен қыз берсе, куәгері мына сендер. Менің қызым Байбөрібектің ұлына үкілі кертпе бесік қалыңдық болсын, деді. Бұдан біраз заман өтті. Алла тағала Байбөрібекке бір ұл, Бижан бекке бір қыз берді. Екеуі атастырып қойды. Бір күні Байбөрібек Оғыз бектерін жинап алып, көпестерін шақырып, бұйрық берді. Ей көпестер, Алла тағала маған перзент сыйлады. Сол ұлым өскенше Рум еліне барып, ұлыма жақсы тарту әкеліңдер, деді. Көпестер жолға шыққан еді. Стамбулға барып, қолға түспейтін, сирек кездесетін қымбат дүниелер алды. Байбөрінің ұлына арнап теңіз құлыны Бозайғырды алды. Қадалуы қатты садақ алды. Одан басқа 6 қырлы күрзі өткір қылыш алды. Алыстан сапар шегіп, мақсат мұраттарына жетіп келе жатқан көпестер Қара Дербент аузына жақын келіп қонады. Сол кезде Евнух қаласының кәпірлері бұларға шабуыл жасап, бар байлығын тонайды. Көпестердің үлкені қолға түседі, кішісі қашып Оғызға келеді. Бұл кезде Оғыздардың шетінде тігулі тұрған көлеңкелі ала шатырлы үйде бір бектің ұлы 40 жігітімен демалып отыр екен. Сол жігіттің ішіндегі ең сұлуы, ең күштісі: не деп тұрсың? Хане киіміммен тұлпарымда келіңдер. Ей, мені қошеметтейтін жігіттер, мініңдер атқа, дейді. Сөйтіп, кәпірлер отырған жерге барып, барлық кәпірлердің басын шауып, жаудан көпестерді қорғайды. Көпестер риза болып, бек жігіт, сен үлкен ерлік істедің, кел, мына малдан ұнатқаныңды ал, дейді. Жігіттің көзі теңіз тайы Бозайғырға, 6 қырлы күрзіге, ақ кірісті садаққа, қылышқа түсіп, сол төртеуін ұнатып қалайды. Көпестер аң-таң аңтарылысып, не істерін білмей қалады. Бұл заттарды біз үлкен бектің баласына тарту ретінде апара жатыр едік, дейді. Бегіңіздің ұлының аты кім еді, дейді. Байбөрінің ұлының аты Бамсы дейтін еді, дейді олар. Олар мына тұрған жігіт Байбөрінің ұлы екенін білмеді. Жігіт астындағы атын темініп жолға шықты. Көпестер артында қарап қала берді. Көп замай, көпестер де еліне аман жетіп, Байбөрібектің қалауын жеткізеді. Сол кезде көпестер Байбөрібектің қасында отқан жігіттің қолын сүйіп қошемет қылады. Сонда Байбөрібек ашуланады. Неге сендер мен тұрғанда ұлымның қолын сүйесіңдер, дейді. Сонда көпестер айтады: бізді кәпірлерден, жаулардан аман есен алып қалған осы болатын, сіздің ұлыңыз болатын, дейді. Сонда Байбөрібек Оғыз бектерін шақыртып, қонақ етіп, үлкен асыр той жасап, Қорқыт атаны өзінің ұлына ат қоюға
шақырады. Сонда Қорқыт ата: Алла тағала ұлыңа медет берсін, сен ұлыңды Бамсам деп айтушы едің. Мұның аты Бозайғырлы Бамсы Байрақ болсын, атты мен бердім, жасын қақтағала берсін деген екен. Күндердің күнінде Бамсы Байрақ аң аулап жүрген кезде бір шатыр, қызыл шатырды көреді. Ол Бану Шешектің шатыры еді. Қыз бен жігіт бір-бірін көріп, қыз бөрі ойыны басталып кетеді. Жігіт қызды қуалап жетіп, өзіне қыз бен жігіт бір-біріне жүзік сыйлайды. Содан Бамсы Байрақ қызды айттыруға адам жіберейін десе, қыздың ағасы Қарашар барған адамдардың басын кесіп өлтіре береді екен. Құдалыққа Қорқыт атаны жібереді. Қылышпен Қорқытты шаппақ болғанда Қарашардың қолы қарсып қалады. Содан Қарашар қалың малға 1000 үлек, 1000 айғыр, 1000 қошқар, 1000 ит, 1000 бүрге сұрайды. Қорқыт өз кереметімен бәрін тауып береді. Үйлену тойы болады. Бірақ дәл сол түні жау шауып Бамсы Байрақты тұтқындап әкетеді. Ол көп жыл зынданда жатады. Ақыры қобыз тартып ғажайып өнерімен жау қолынан құтылып шығады. Көп қиыншылықтар көріп барып, Бану Шешекке үйленеді. Міне, құрметті білім алушылар, Бамсы Байрақ туралы жыр мазмұны осындай. Енді шығарма бойынша келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: шығарма бөліктерін оқып, бөліктерге тақырып қойыңыздар. Дескрипторы: мәтін бөліктеріне талдау жасайсыздар, шығарма бөліктеріне тақырып қоясыздар. Бағалау критерийі: әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектеріне талдау жасау. Келесі тапсырмамыз: шығарманың композициялық құрылысына талдау жасау. Бірінші оқиғаның басталуы, екінші оқиғаның дамуы, үшінші оқиғаның шарықтау шегі, төртінші оқиғаның шиеленісуі, бесінші оқиғаның шешімі. Тапсырманы орындап болған болсақ, өздеріңіздің орындаған тапсырмаларыңызды салыстырып көріңіздер. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеруді табыс баспалдағы әдісі арқылы орындаймыз. Яғни бүгінгі сабақтан не түсінемін, не білемін, не жасай аламын. Үйге тапсырма: Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жырды оқу. Берілген сайт бойынша тест сұрақтарына жауап беріңіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет.